Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? 19-да 5-ші есептен бастап жалғастырып түсіндіретін боламын. Тапсырмасы x-тің қандай мәнінде функцияның мәні 0-ге тең. Y-ның орнына 0-ді қоямыз. 12x қосылған 18 тең 0. Енді 12x тең минус 18 деп аламыз. X тең минус 18 бөлінген 12 деп аламыз. Сонда x тең болады екен минус 1,5-ке. Енді келесі екіншісінде біресін жазайын. 12x қосылған 3 тең 0. Сонда 12x тең болады минус 3-ке. X-ті табу үшін минус 3-ті бөлеміз 12-ге. Немесе былай жазайық, бөлшек түрінде. Минус 3 бөлінген 12, екеуі де 3 деген санға қысқарады, сонда минус 4-тен 1 болады. 1-ді бөлеміз 4-ке, сонда минус 0,125. Енді келесі үшіншісі бізде былай дейді, 3x қосылған 8 тең 0. 3x тең болады минус 8-ге. X-ті табу үшін минус 8-ді бөлеміз 3-ке. Сегіздің ішінде 3-тен 2 бар. 3-тің өзі жазылады, қалдық 2. Неге x бізде минус 2,3-тен 2-ге тең. Енді келесі тең 0-ге. Енді 5x-тің өзін жазамыз. Плюс 1-ді минус 1 деп теңдіктің оң жағына ауыстырамыз. Сонда x тең минус 1 бөлінген 5. Минус 1-ді 5-ке бөлетін болсақ, минус 0,2 болады. Сонда x бізде минус 0,2-ке тең болған кезде, y 0-ге тең болады екен. Келесі 5-ші тапсырмасы бізге былай дейді, минус 12x қосылған 18 тең 0-ге. Оқушылар, мұнда бізде 12x қосылған 18 бізде x минус 1,15-ке тең еді. Енді мұнда бізде плюс 1,15-ке тең болу керек. Минус 12x тең минус 18-ге. X тең минус 18 бөлінген минус 12. Сонда x тең болады екен 1,15-ке. Келесі 6-шысы. Мұнда бізде 4x минус 8 тең 0. 4x тең 8-ге. X тең 2-ге. Екеуі де 4 деген санға қысқарады. Енді келесі 7-ші есеп. Минус 2x минус 8 тең 0-ге. Минус 2x тең 8-ге. Сонда x тең болады 8 бөлінген минус 2-ге. Сонда x тең минус 4-ге. Енді соңғысы бізде минус 10x қосылған 2 тең 0-ге. Енді минус 10x тең минус 2-ге. Енді x-ті табу үшін минус 2-ні минус 10-ға бөлеміз, немесе 2-ні бөлеміз 10-ға. Сонда x тең болады екен 0,2-ге. Келесі 19-да 6-ші есеп. X-тің қандай мәнінде функцияның мәні оң болады. X-тің қандай мәнінде функцияның мәні оң болады дейді. Мұнда бізде y 0-ден үлкен, x белгісіз. Осы x-ті табамыз. Енді былай аламыз. 2x плюс 8
бұл бізде 0-ден үлкен 2х үлкен минус 8-ден деп аламыз. Сонда x-ті табу үшін минус 8-ді бөлеміз 2-ге. Сонда бізде x үлкен минус 4-тен. Енді осыны сан түзуіне кескіндейік. Мұнда бізде теңсіздік қатаң үші қуыс болады. Минус 4. Бізде x минус 4-тен үлкен, демек плюс шексіздікке қарай ұмтылады екен. Енді жауабы x тиісті минус 4-тен жақшасы жай жақша болады, плюс шексіздікке дейін. Келесі екіншісі y тең минус 2х қосылған 8-ге. Минус 2х қосылған 8 0-ден үлкен. Сонда минус 2х үлкен минус 8-ден. Сонда x бізде мұндағы бізде минустан болса болатын болса, теңсіздіктің бағыты өзгереді. 2 минус плюс болып кетеді, 8-ді бөлеміз 2-ге. Сонда x бізде кіші екен 4-тен. Енді сан түзуіне кескіндейік. Теңсіздік бізде қатаң үші қуыс болады, 4. Бізде x 4-тен кіші. Демек жауабы x тиісті минус шексіздіктен 4-ке дейін. Келесі үшіншісінде минус 2х минус 8 үлкен 0-ден. Енді минус 2х үлкен 8-ден. Сонда мұнда мінеке бізде минус таңбасы бар, теңсіздіктің бағыты өзгереді. X бізде кіші 8 бөлінген минус 2-ден. Сонда бізде x кіші болады екен минус 4-тен. Енді сан түзуіне кескіндейік. X бізде минус 4-тен кіші. Демек жауабы минус шексіздіктен минус 4-ке дейін болады. Енді оқушылар, мұнда біз 4-ші есепте 2х минус 8 0-ден үлкен деп аламыз. 2х үлкен 8-ден. Ал x үлкен 4-тен. Екі жағы да 2 деген санға қысарады. Енді үші қуыс болады. 4. X бізде үлкен 4-тен, демек плюс шексіздікке дейін болады. Сонда жауабы x тиісті 4-тен плюс шексіздікке дейін. Енді келесі бесіншісі 0,1x қосылған 10 үлкен 0-ден. 0,1x үлкен минус 10-нан деп аламыз. Енді x-ті табу үшін минус 10-ды бөлеміз 0,1-ге. Мұнда оқушылар өтір бір орын жылжиды. Соның есебінен мұнда бізде 10-ға 1 0 қосылады. Минус 100-ді бөлеміз 1-ге, сонда минус 100 болады. Сан түзуіне кескіндейміз. Мұнда бізде қуыс болады, минус 100. X үлкен. Минус 100-ден плюс шексіздікке дейін болады екен, Алтыншы есеп былай делінген: минус 0,1x қосылған 10 үлкен 0-ден деп аламыз. Енді
минус 0,1 х үлкен минус 10-нан. Енді оқушылар, мұнда бізде минустан баса тұрған кезде теңсіздіктің бағыты өзгереді. Сонда бізде х кіші 2 минус плюс болып кетеді. 10 бөлінген 0,1 деп аламыз. Сонда х кіші 100-ден. Сонда минус шексіздіктен 100-ге дейін болады. Келесі 7-ші есеп минус 0,1 х енді минус 0,1 х үлкен 10-нан. Енді мұнда бізде минус тақпасы болған кезде теңсіздіктің бағыты өзгереді. Х кіші 10 бөлінген минус 0,1. Сонда бізде х кіші минус 100-ден. Сонда минус шексіздіктен минус 100-ге дейін. Нөл бүтін 1 х минус 10 үлкен 0-ден деп аламыз. Енді 0,1 х үлкен 10-нан х-ті табу үшін 10-ды бөлеміз 0,1-ге. Сонда бізде х үлкен болады екен 100-ден. Сонда 100-ден плюс шексіздікке дейін болады екен. Келесі 19-да 7-ші есеп х-тің қандай мәнінде функцияның мәні теріс болады. Оқушылар, мұнда біз мына функцияны 0-ден кіші деп аламыз. Сонда 100х қосылған 4 кіші 0-ден. Енді 100х кіші 4-ден х-ті табу үшін 4-ті бөлеміз 100-ге. Сонда бізде х кіші болады екен 0,104-ден. Мұнда бізде 4-іміз минус 4 болып ауысады. Мұнда минус, мұнда минус. Сан түзуіне кескендейік. Мұнда бізде іші қос болады. Минус 0,104. Ол бізде кіші. Енді х тиісті минус шексіздіктен минус 0,104-ге дейін. Келесі екіншісі 4х қосылған 100 кіші 0-ден. 4х кіші минус 100-ден. Енді х-ті табу үшін минус 100-ді бөлеміз 4-ке. Сонда х кіші болады екен х кіші минус 25-ден. Сонда минус шексіздіктен минус 25-ге дейін болады.
Келесі 20х қосылған 80 кіші 0-ден. Енді былай аламыз. 20х кіші минус 80-нен x'ті табу үшін минус 80-ді бөлеміз 20-ға. Сонда бізде x кіші болады екен минус 4-тен. Сонда минус шексіздіктен минус 4-ке дейін болды. Сонда жауабы x бізде тиісті минус шексіздіктен минус 4-ке дейін. Келесі 4-ші есеп 5х қосылған 80 кіші 0-ден. Енді 5х кіші минус 80-нен. Сонда x оқушылар екі жағында 5 деген санға қысқартып алсақ та болады. X бізде кіші, жаза салайын, 80 бөлінген 5. Сонда x бізде кіші минус 16-тан. Енді сан түзуіне кескіндейік. Іші қос болады, минус 16, минус шексіздіктен минус 16-ға дейін. Бесінші есепте 2х қосылған 8 кіші 0-ден деп аламыз. Минус 2х кіші минус 8-ден. Екі жағада 2 деген санға қысқарады. 2 минус плюс болып кетеді. Мұнда бізде минустан бас тұрған кезде теңсіздіктің бағыты өзгереді. X үлкен 4-тен болады. Сонда 4-тен плюс шексіздікке дейін болады. Енді 2х кіші 8-ден. Сонда x кіші 4-тен. Екі жағы да 2 деген санға қысқарады. Минус шексіздіктен 4-ке дейін. Енді мұнда бізде минус 2х кіші 8-ден. X үлкен деп аламыз. Теңсіздің бағыты өзгереді, себебі мұнда бізде минустан басы тұр екен. 8 бөлінген минус 2. Сонда x үлкен минус 4-тен. Сонда оқушылар жауабы минус 4-тен плюс шексіздікке дейін болады. Енді соңғысы 2х қосылған 8 кіші 0-ден. 2х кіші минус 8-ден. X кіші минус 8 бөлінген 2. X кіші минус 4-тен. Сонда минус шексіздіктен минус 4-ке дейін.